أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في الشعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. Бұл хадисте Абу Салама айтады, Айша анамыздың айтқанын естідім. Менде мойнымда Рамазан оразасының қазалары болатын өтелмеген. Мен оны Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қызметінен босамағандығым себебінен оны тек қана Шағбан айында ғана өтейтін едім деген сөзін естідім деп айтады. Бұл хадистен алынатын нәрсе ағайындар, мына алдымызда Рамазан айы бітіп жатыр. Бүгін Рамазан айының ең соңғы күні. Кейбір адамдар ораза айында сапарда немесе сырқаттанып, немесе әйелдер өздерінің жағдайына байланысты ораза айында ораза ұстай алмаған болуы мүмкін. Солар оразаның қазасын қай уақытта өтейді? Оразаның қазасын келесі ораза келгенге шейін өтесе болады. Бірақ абзалы ораза біткен уақытта ұстап тастаған абзал. Және бұнан туындатын және бір мәселе бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде келеді, кімде-кім Рамазан айында ораза ұстап, Рамазаннан кейінгі Шәуәл айында 6 күн ораза ұстайтын болса, ол 1 жыл ораза ұстаған секілді деген хадис бар. Осы мәселеде жаңағы бойнында қарызы бар, Рамазан айының оразасының қарызы бар адамдар бірінші Шәуәл айының оразасын ұстайды ма, болмасам қаза оразасын ұстайды ма деген мәселе бар ағайындар. Бұл жерде бірінші айтылатын нәрсе, Рамазан айының оразасының қазасы 11 айда өтілсе болады. Шәуәл айынікі тек қана 1 айдың ішінде ғана. Егер мүмкіндігі болатын болса, адамдардың бірінші қаза оразасын ұстап алсын. Егер мүмкіндігі болмайтын болса, бірінші Шәуәл айының 6 күн оразасын ұстаса да бола береді. Кейін барып, жаңағы қаза оразаны ұстайды ағайындар. Алла субхана ва тағала баршамыздың ақырымызды қайырлы қылсын. Естіген білген нәрсемізге амал қылатын ізге құлдарынан қылсын. Уа ахиру дa'вана алхамдулиллахи раббил аламин.